Мен Сулпактан жесткий диск 2 терабайт сатып алғанда маған бонусный карточка жасап берейін бе деді. Мен келістім. Яғни әр тауарға 3,3 қайтарылады. Мен мысалы 33 мың тауар алсам, маған 1000 теңге қайтарылды. Сыртта осындай көрініс болады. О жағында бұл шағын қанша қайтарылады, сол жазылған. Егер сіздің туған күніңіз болса, 6,6% қайтарылады. Ал егер туған күніңіз болмаса, жалпылай тауар сатып алсаңыз, барлық тауарға 3,3% қайтарылады. 20 күннен кейін сізге жиналған ақшаға тауар сатып алуға болады. 90 күнге жарамды. Бонусный карточка 240 теңге тұрады. Ережеде айтылған бонустағы жиналған ақшаларды қолма-қол алуға болмайды, тек тауарлай алуға болады. Мысалы, бонус карточкаңызда 100 мың жиналса, сізге 100 мыңға телефон, телевизор, немесе басқа тауарлар алуға болады. Достар, егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға емес, телефонмен 3210-ға тегін хабарласып, операторларға өз сұрағыңызды қоюға болады. Мен 33 мың теңгеге тауар алғанда ішінде 1000 теңге болды. 20 күннен кейін мен Сулпактан 1000 теңгеге тегін бір зат алуыма болады. Достар, бұл видеоны жарнама деп ойлап қалмаңыз. Бұл жай ғана менің тауар алғаннан кейін осындай алғанымды біліп жүремін каналына таныстырғым келді. Жалпы осындай видеолар көп шыққанын қаласаңыз, лайк басуды сұраймын. Және де мен білемін, көбіңіз осы каналда жазылдыңыздар. Рахмет сіздерге. Барлығына алғысым шексіз. Ал егер сіз каналға жазылмасаңыз, міндетті түрде жазылып қойыңыз. Және де біздің каналды достарыңызға айта жүріңіздер.